тілі 3-ші сынып 16-шы сабақ. Мысалды түсініп оқы. Жер тауға шағынды. Менің үстінде не болып жатыр, білемісің? Адамдар аяуды қойды, бетінде бейберекет айғыздап бітті, тұқымдары құрып біткен аң құстарым мынау, сұлап жатқан теректерім анау. Өзендерім суалды, теңіздерім құрғады. Енді менде не қасиет қалды? Жердің көз жасы мөлтілдеп шық болып құйылды. Жер жылап жатты. Мен қайтейін, деді тау күрсініп, күңіреніп. Бәрін де көріп тұрмын, бірақ қолымнан не келеді? Өзімнің де халім мүшкіл. Тау күрсінді. Мысалдағы негізгі ойды тап, автор осы мысал арқылы не айтқысы келеді? Балалар, мысал дегенді еске түсірейік тағы да бір рет. Мысал дегеніміз өзен, тау, өсімдік, жануарлар, жан-жақты аңдар, құстар арқылы берілетін адамның бейнесін мысал дейміз, яғни бұл жерде адамның ренжігенін байқауға болады. Енді мысалдағы негізгі ой табиғатты таза ұстау, қамқор болу, оларды сақтау. Егер табиғатты сақтамаса, адамдардың да көзқарасы басқаша болып өзгереді екен, балалар. Қарамен жазылған сөздерді басқа сөзбен алмастырып көр дейді. Қарамен жазылған шағынды, мұңын айтты, күрсіну, құрғады, яғни сусыз деген сөз. Мысалды әрі қарай жалғастырып көр. Ол үшін тау сөзін жұбату сөзімен толықтыр. Үшінші кейіпкерді адамды әңгімеге қосып, ол туралы айтылатын ой бөлігінде кешірім сұрау сөздерін қолдан. Құраған ой бөлігін дәптерге жаз дейді. Тау күрсінді, яғни ренжі деген сөз ғой. Жер жылама, сенен асқан қасиетті, киелі дүние жоқ деп жұбатты. Менің де жай күйім мүшкіл, бірақ қолымнан келер шара жоқ. Олардың мұңдарын тыңдап тұрған адам олардан. Екеуіңізден де кешірім сұраймын. Бізді кешіріңіздер. Сіздерді қастерлеуге, қамқор болуға уәде береміз деп сөз берді. Ат қой. Ағасы Мирас пен Әлімге алма үлестірді. Мирас, рахмет, ағасы оқас жоқ. Ал Әлім үндемеген қалпында тұра берді. Мирас, Әлім, сен неге рахмет айтпайсың? Әлім, ағам оқасы жоқ деді ғой. Оқасы жоқ деген мағынаны қандай мағынаны білдіреді? Аға әдепті болса, іні де әдепті деген мәтінге ат қойылды. Кешіріңіздер, мен Әліммен келіспеймін. Өйткені ол үндемей тұра берді. Ағасына рахмет айтпады. Ол оқасы жоқ деген сөзді түсінбеді. Оқасы жоқ сөзінің мағынасы әуре болмай немесе рахмет сөзіне алғысы білдіру. Бұларынан әдептілік туралы сұхбат алды. Балалар төмендегідей пікірлер білді. Яғни балалар бірің Сәкен, Марғұлан, Әсел, Нәзира, Маржан болып әдептілік туралы өз пікірлерін, ойларын айтты. Кәнеки, қай жауап саған көбірек ұнады? Сен де сұхбатқа қосылып, өз жауабыңды жазбаша білдір. Оқушылардың барлық жауаптарын тыңдай отырып, мінекей өз жауабымызды айтатын болсақ, әдептілік, әдемілік белгісі. Әдептілік адам бойында бірден бола қалмайды. Ол қоршаған ортаның үйдегі жақсы тәрбие жемісі. Негізгі әдептілік сәлемнен басталады. Әдептілік дегеніміз әдеп, ізет, инабат, сыйласым, құрмет, қамқорлық деген сөздерді білдіреді. Қоғамдағы ең бағалы адам ол әдепті адам. Әдепті адамдар қоғамның баға жетпес байлығы әрі мәртебесі. Балалар, сендер де әдепті болуға тырысыңдар. Себебі әдептілік неден басталады деді? Сәлемдесуден басталады екен. Өз әдептілік деңгейіңді тест тапсырмасын орындау арқылы бағала. Сұраққа я, не кейде, не жоқ деп жауап бер. Осы сұрақтардың 8 сұрақ берілген. Сол сұрақтарға я, кейде, жоқ деген шынайы жауап беріңдер. Әрбір сұрақтарына шынайы жауап бергеннен кейін жоғары ұпайға ие болады деген сенімдеміз. Ұпайларың я деген жауапқа 2 ұпай, кейде дегенге 1 ұпай, жоқ дегенге 0 ұпай. Яғни сол я, кейде, жоқ деген ұпайлардың барлығында цифрларды сандарын қосып, егер 12-ден 16-ға дейін ұпай жинасаң, сенде бәрі дұрыс, жарайсың деген айтамыз. Егер 8-ден 11 ұпайға дейін жинасаң, сен үнемі әдепті бола алмайды екенсің. Егер 8-ден төмен жинасаң, әдепті болуға ұмтылуың керек, тырысуың керек.